Алла тағаланың адамзатқа тарту еткен неғметтерінің бірі ол отбасы. Отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері ол ата-ана. Дүниедегі адамға ең қымбат жан ата-ана. Олай болса, бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы ата-анаңды қадірле жайында болмақ иншалла. Қанай шешеннен сұраған екен, бақыт дегеніміз не деп? Сонда Қанай шешен, ер басында бақыт бесеу, астындағы атың жүйрік болса, жалғандағы пырағың, алғаның жақсы болса, үйің мен қонағыңның тұрағы, балаң жақсы болса, екі көзіңнің шамшырағы, әкең асқар тауың, шешен аққан бұлағың деген екен. Ата-ана, туған туыс, өмірлік жар, бала-шаға, бұлардың барлығы Аллах тағалам біздерге сый ретінде тарту еткен. Тек қана сый ретінде тарту етіп қана қоймай, олармен қалай қарым-қатынас жасауымызды, қандай мәміледе болуымызды қасиетті Құран кәрім мен Алла елшінің салихалы сөздерінде біздерге тайға таңба басқандай белгілеп берген. Ата-ана қолынан келгенше перзенттерін бағып-қағып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, тәлім тәрбие беріп өсіреді. Осы жолда барын, нарын төгеді. Тіптен өзін мансық етуге дайын болады. Алайда дүние кезек демекші, уақыт озады, ата-ана қартаяды, қауқарсыз жағдайға түседі. Енді ата-анасы баласына қонақ болады. Бұл жайында Құран кәрімде Исра сүресінің 23 аятында وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Раббың өзіне ғана құлшылық етулеріңді және ата-аналарыңа жақсылық жасауларыңды бұйырды дейді. Алла тағалаға құлшылық ету мен ата-анаға жақсылық жасау бір аяттың бірінен соң бірі келуінің салдары. Аллах тағаланың ата-анаға деген берген маңызы деп біз ойлаймыз. Өйткені тәпсірші ғалымдар Аллах тағалаға құлшылық ет және ата-анаңа жақсылық жаса деп айтуының себебі мынада дейді. Біріншіден, адам баласының дүниеге келуіне себепші Аллах тағала. Алайда жанама себепші әке-шеше. Екіншіден, Аллах тағала құлдарына берген неғметтер үшін ешқандай ақы сұрамайтын секілді, ата-ана да баласы үшін жұмсаған қажыр қайрат үшін ешқандай ақы, титтей де болса ақы сұрамайды дейді. Үшіншіден, Алла құлдарын күнәһар болса да неғметтеріне бөлеген секілді, ата-ана да баласының тілазарлығына қарамастан өмірінің соңына дейін қолдайды, жанашыр болады. Демек, Алла тағалаға құлшылық етуден кейінгі екінші бұйрық ол ата-анаға жақсылық жасау екен. Қадірлі ағайын, әрине ата-ананың орнын ешкім толтыра алмайды. Қазақта 6 ағаң бірігіп әке болмас,
жеті жеңгең бірігіп шеше болмас дейді. Сондықтан да бұл ата-ананың орнын толтыру ағаңыз бен жеңгеңіз бола алмайды екен. Мейірімі мол ананың жүрегі жылы, қолы кең пейілді атаның жүзі жылы, жолы кең демекші. Шында да біздің ата-аналарымыздың қадір қасиетін бағалауымыз керек екен. Енді айтқан оқыған Исра сүресінің 23 аятының жалғасында «Имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ау килахума». Егер ата-анаңның біреуі немесе екеуі қолдарында тұрған кезде қартайса, «Фәлә тақул лахума уффин вәлә танхархума». Оларға тіптен тух деп кейіс білдірме, зекіме, айқайлама дейді. Қараңыздар, Аллах Тағала ата-анаға қалай қарым-қатынас жасауымызды үйретіп отыр. Тух әке, тух ана қойыңызшы деген секілді кейіс білдірме дейді. Өкінішке қарай елімізде 70 жыл бойы туын желбіреткен атеистік қоғамның салдарынан бойымыздағы асыл құндылықтардан ажырап, бойға берер жылуы жоқ қатал қоғам тәрбиесімен мейірімге өгей өскен балалар ата-анасына тілазар болды. Сөз тыңдамайтын, тіптен сөз қайтарудан қымсынбайтын, тіптен қол жұмсауға даяр болатын жағдайға жеттік. Бұл қоғам ата-анасының аялы алақанына мейірімі қанбаған, баланың көңілі жетім, қартайған уақытында баласының мейірім шапағатына жете алмаған ата-ана жетім халге келді. Өзіңнен туған ұл мен қыз сыйламаса сол қайғы деп Төле би бабамыз өлең шумақтарында жақсы жырлаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде ата-анасы қолында қартайып, жәннатқа кіре алмаған адамның жағдайы қандай өкінішті дейді. Тіптен кейбір хадисте ата-анасы қолында бола тұра, жәннатқа кіре алмаған адам мұрнымен жер сүзсін деген хадис бар. Демек, біздің жәннатқа кіруімізге, жолдама алуымызға себепші ата-анамыз. Ва Аллах Тағалам, мені жәннатына кіргізе көр деген деп дұға жасаймыз. Егер де дұғаға, сөзімізге, ісіміз үйлесімді болатын болса, онда ата-анамызға жақсылық жасап, соның разылығын алып, жәннатқа жолдама алыңыздар. Әке-шешең жынды болса байлап бақ деген қазақ халқында қарттарын қарттар үйіне, балаларын жетімдер үйіне тастау деген бұрын соңды болып еді. Ислам дінінде тіптен 70 жыл бойы Қызыл империя келмей тұрып, қазақ халқында қарттар үйі, жетімдер үйі деген зат болмаған. Ал қазіргі таңда 67 қарттар үйінде 12.500-ге жоқ асыл аналарымыз, ардақты әкелеріміз отыр. 154 жетімдер үйінде 94.500-ге жоқ жәудіреген қазақтың қарабалдары ата-анасын сарғая күтуде.
Бұған кім кінәлі? Әрине бұған көкек ана мен тасбауыр әке кінәлі. Көкек ана мен тасбауыр әкеден бейбақ бала дүниеге келеді. Бейбақ бала әке-шешесін қарттар үйіне жібереді. Көкек ана мен тасбауыр әке баласын жетімдер үйіне жібереді. Бұл рухани құндылықтан ұзақтап бара жатқандығының бір белгісі. Біз әрине қуанамыз. Аллаға мыңда бір шүкір, тәуелсіздікке қол жеткіздік. Еліміз еңселі ел болды. Көк байрағымыз көкте желбіреді дейміз. Бірақ қарттар үйі мен жетімдер үйі әрбір мұсылман адам баласының жанын жегідей жеуі керек. Неге дейсіздер ме? Өйткені жетімханада өскен қыз баланың 70% жеңілтек жүріске салынуда. Жетімханада өскен ер бала 60% ұрлық, қарлықтың жолында. Ананың алақанын, әкенің жылы сөзін сезінбеген, махаббатын алмаған қоғам міне осындай көрініс табады. Қадірлі ағайын, Иса сүресінің оқыған аятының жалғасында мейірімділікпен дұға жасауымызды бұйырады Алла Тағала. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Сен әке-шешеңе жақсы сөз сөйле. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Мейірім құшағымен оларды құшақ жая қарсы алып, оларға былай деп дұға ет. رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. О Раббым, ата-ана мені кішкентай кезінде қалай мәпелеп, аялап өсірсе, сен де оларды өз рахмыңа, өз мейіріміне бөлей көр. Олардың күнәсін кешіре көр деп дұға жаса дейді. Пайғамбарымыздың бір хадисінде басқа келетін қауіп қатерге дұға қана кедергі болады дейді. Ал адамның ғұмырын ата-анаға жасаған қамқорлық қана ұзарталады дейді. Қадірлі ағайын, ғұмырымның, өмірімнің мәнді әрі ұзақ болуын қалайтын болсаңыздар, қолыңызда барда ата-анаңызды аялап өтіңіз. Сонымен қатар Құран-ы Кәрімде Ибрахим пайғамбардың әке-шешесіне жасаған дұғасын біздерге үлгі өнеге ретінде Алла Тағалам Ибрахим сүресінің 41 аятында Раббана ғфирли вали валидайя валил муъминина яума якумул хисаб. О Раббым, мені, әке-шешемді, барша мұсылман қауымды есеп күні күнәләрін кешіре көр деп дұға жасаған екен. Бұл дұғаны ардақты елшіміз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям баршамызға әрбір намаздың соңында осы дұғаны оқуды біздерге пайдалы кеңес етіп берген. Білесіздер, әрбір намаздың соңында Раббана атина фид дуния дұғасы менен Раббана ғфирли дұғасын оқу біздерге мұстақап амал екен. Бір күні Хазірет Иса алейхиссалам жолда кетіп бара жатса, бір қартайған кісіні жас бала тепкілеп ұрып жатыр екен. Дереу араша болып кіріскен Иса пайғамбарға қарт кісі: араша болмай-ақ қой, ұрсын, тепсін деп жауап қайтарады. Бұның
мән мағынасын түсінбеген Иса пайғамбар таң қалады. Сонда әлгі қарт кісі: мен осыдан 40 жыл алдын тап осы жерде әкемді осылай тепкілеген едім, ұрған едім. Бұл менің өз балам. Алла тағалам осыны алдыма алып келді, сазайын тартайын, ұрсын мені деп әлгі қарт кісі жылаған екен. Қазақта мақал бар емес пе? Ата-анаңа не істесең, алдыңа сол келеді деген. Нақыл сөздің астарында осы мағына жатқан жоқ па? Қадірлі ағайын, олай болса, жақсылықты кімнен бастаймыз? Бір кісі келіп: "Уа Алланың елшісі, я Расулалла, мен ахаққун наси бил хусни сахабати." Уа Алланың елшісі, мен жақсылығымды кімнен бастайын дейді. Қала уммука, сумма мен. Қала уммука, сумма мен. Қала уммука, сумма мен. Қала абука. Бұл хадисті баршамыз білеміз. Сонда әуелгі жақсылықты анаңа жаса дейді. Одан кейін кімге жасайын? Тағы да анаңа жаса. Ал одан кейінше тағы да анаңа жаса. Ал одан кейінше әкеңе жаса. Демек біз бұл хадистен бала алдында ананың дәрежесі 3 есе жоғары екен. Бұған хадис ғалымдары бұлай деп тұжырым жасайды. Бірінші, ананың әкеден 3 есе жоғары болуының себебі бірінші жүктілік кезеңі дейді. Жүктілік кезеңінде білесіздер, ананың құрсағына бала біткеннен кейін ананың көңілі бір қалыпта болмайды. Ананың бір аяғы жерде, бір аяғы көрде болады. Оны әрқайсымыз білеміз. Екінші, босану кезеңі. Босану кезеңіндегі толғақ жағдайын білесіздер. Сол уақытта ана мың өліп, мың тіріледі. Үшінші кезең емізу кезеңі. Түнде тұрып, тұңғиықсын 4 бөліп емізеді. Бүлдіріп қойса тазалайды, жуады. Ауырса кірпік қақпай оған жанашыр болады. Әке дегеніміз кім? Әке дегеніміз күндіз бойы жұмыста шаршаймыз. Бала көп жылай берсе, келесі бөлмеге ауысып кетеміз. Демек, ананың әкеден қарағанда 3 дәреже оның сатыда жоғары екендігін хадисші ғалымдар осылай келтірген екен. Бір күні пайғамбарымызға анасын Йемен қаласынан Мекке қаласына арқалап келіп, 7 мәрте Қағбаны тауап етіп, Сағиға барып, Сафа мен Марваны тауап етіп, ағалап, үһілеп келіп, Алла елшісінің алдына: "Уа Алланың елшісі, анамды арқалап қазық жасаттым. Мен анамның ағысынан құтылдым ба?" дейді. Сонда Алла елшісі әлгі кісіге қарап: "Сен анаңның бір толғағының да ақысын өте алмадың" дейді. Қараңыздар. Сен анаңның бір толғағының да ақысын өте алмадың. Ананың ақысын, әкенің ақысын бұл дүниеде өте алмаймыз. Сондықтан да әуелгі құрмет, әуелгі қызмет ата-анаға болу керек. Адам құқығына ерекше көңіл бөлген ислам ата-анаға құрмет көрсетуімізді бұйырған, қадірлі ағайын. Бірде сахабалардың бірі келіп, соғыс уақытында: "Уа Алланың елшісі, мен де Алла жолында жиғатқа шығын келеді" деп ұсыныс білдіреді. Сонда әлгі кісінің көзіне қарап:
сенің әке шешең тірі ме дейді. Иә, тірі. Әке шешеңнен рұқсат алдың ба дейді. Жоқ дейді. Олай болса, ата-анаңа кері қайт, разылығын ал, одан кейін барып кел дейді. Әлгі кісі 3 мәрте қайталап келді дейді. Бірақ ата-анасы соғысқа шығуына қарсы. Неге? Өйткені екеуі де қауқарсыз екендігін пайғамбарымыз біліп, 3-ші мәрте келгенде Алла елшісі былай дейді: айналайын қарағым, басыңа келген бақты кері қайтарма. Ата-анаңның разылығын ал, ата-анаңа қызмет көрсет. Жәннатқа кіруіңе себепші сенің ата-анаң екенін ұмытпа. Жәннат аналарының аяғының астында деп пайғамбар соңғы насихатын айтқан екен. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбарымыздан мына бір хадисті біздерге жеткізеді. Кімде-кім ата-анасына сүйіспеншілікпенен, шын ықыласыменен, шын пейіліменен разылығын алса, Алла тағала ол кісіге хадж мәбрур сауабын береді дейді. Хадж мәбрур дегеніміз не? Хадж мәбрур дегеніміз қажылыққа барып қайтқан уақытында қабыл болған қажылық. Қабыл болған қажылықтың өтемі қандай? Қабыл болған қажылықтың өтемі анадан туылған пәк, күнәсіз қайту. Мен қажылыққа бара алмадым деп налған кісілерге мінекей жауап: ата-анаңды разы етіңіз, ата-анаңның разылығына бөленіңіз. Алла тағала сіздерге хадж мәбрур сауабын береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде: ридаллахи фи ридал валидейн ва сахатуллахи фи сахатил валидейн. Алланың разылығы ата-ананың разылығында. Алланың қаһары ата-ананың наразылығында. Мен 5 уақыт намаз оқимын, ораза ұстаймын, садақа беремін деп өзіңізді жәннатқа кіруге үміттенгеніңізбенен, егер де сіз ата-анаңызды разы етпесеңіз, онда істің бәрі бос. Өйткені не деп отыр Алла тағала? Пайғамбарымыз Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың қаһары ата-ананың наразылығында. Сондықтан да қадірлі ағайын, қолда барда алтынның асыл анамыз бенен ардақты әкеміздің қадір қасиетін бағалайық. Өйткені ата-ана күнәдан арылуға себепші. Ата-анамыз біздің жасаған күнәда арылуға себепші. Күнәмізден арылуға себепші. Байқаусызда күнәға боялдырған бір сахаба Алланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның құзырына келіп, өкініштен өзегі өртеніп, Алла елшісінен сұрайды: мен үлкен күнә істедім, артынша тәубе жасадым, тәубемнің қабыл болып болмайтындығын білуге келдім дейді. Сонда Алла елшісі: әке шешең тірі ме дейді. Жоқ, әке шешем бақилық болған дейді. Олай болса, нағашы әпкем тірі ме дейді. Иә, нағашы әпкем дүниеде тірі дейді.
дереу нағашы әпкеңнің қасына бар, қызметінде бол, оны құрметте, Алланың рахымынан күдір үзбе дейді. Қараңыз, сіз бір күнә істейсіз, күнәдан арылу үшін Алла елші әкешінің тірі екендігін сұрап отыр. Демек, әкешіңді разы етіп батасын ал, Алла Тағала сенің күнәңді кешіретіндігін пайғамбарымыз біздерге білдіріп отыр. Қазақта мақал бар, не ексең, соны орасың дейді. Хәл жазаул ихсани иллал ихсан. Рахман сүресінде. Жақсылықтың қайтарылымы жақсылық емес пе дейді. Жақсылықтың қайтарылымы жақсылық емес пе? Демек, сіз жақсы істесеңіз, қайтарылымы жақсы болады. Бұған Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, сендер ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар, балаларың да сендерге жақсылық жасайды дейді. Қараңыз, сіз әке-шешеңізге жақсылық жасап, оны құрметтеп, разылығына бөленсеңіз, сіз қартайғанда, қауқарсыз күйге түскен уақытыңызда балаңыз сізге қамқор жасайды. Хадистің жалғасында, сендер ар-намыстарыңды сақтаңдар, әйелдерің де ар-намысты болсын дейді. Сіз ар-намысты болсаңыз, әйеліңіз ар-намысты болатындығына пайғамбарымыз осы хадис дәлелдеген. Мән ла ярхам ла юрхам. Мейірімділік көрсетпегенге мейірімділік көрсетілмейді. Алла елшісінің құзырына бір бәдәуи сахаба келіп, пайғамбарымыз екі диесіне Хасан мен Хусейнді құшақтап, маңдайынан сүйіп, искелеген сәтінде әлгі кісі былай дейді: "О Алланың елшісі, менің 10 балам бар. 10 баламның біреуін маңдайынан иіскеп, оларды сипаған емеспін" дейді. Сонда мән ла ярхам ла юрхам. Мейірімділік көрсетпегенге мейірімділік көрсетілмейді. Сіз балаңызға мейірімді төкпесеңіз, әкелік парызыңызды өтемесеңіз, онда сіз қартайған уақытыңызда балаңыз сізге мейірімділік көрсетпейтіндігін біліп қойыңыз. Бір ғалымның сөзі бар, әдем әспеттеген: дүние тауға ұқсайды, дүние тауға ұқсайды. Істеріміз дауыс секілді. Дауысымыз әдемі болса да, жаман болса да, соңында бізге жаңғырық болып келеді дейді. Демек, бұның мағынасы не? Сіз жақсылық істесеңіз, жақсылықтың қайтарым қайтып келеді. Сіз жамандық істесеңіз, жамандықтың қайтарым қайтып келеді. Қадірлі ағайын, уақытымыз таяп қалды. Әрине, егер де ата-анамыз осы дүниеде болса, қолымыздан келгенше Аллах Тағаладан дұға тілеп, ғұмырларының ұзақ болуын қалап, қолымыздан келгенше жақсылық жасайық ағайын. Ең ардақты әкеміз, аяулы анамыз бақилық болғаннан кейін оның қадір қасиетін түсініп, соңында қара тас қойып, жан-жағын алтынмен аптап, күміспен қаптауымыз бос әбестік. Дүниеде оның қадір қасиетін бағалап түсінбегеннен кейін, өлгеннен кейін бұл істерді істеуіміз әбестік. Олай болатын болса, пайғамбарымыздың соңғы мына бір хадисін айта кетейін. Алла елшісіне бір сахаба келіп: "О Алланың елшісі, әке-шешем бақилыққа аттанды. Оларға жақсылық жасау мүмкіншілігі бар ма?" деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Әрине бар. Олар үшін дұға жасау,
олар үшін күнәларын кешіруін Аллахтан тілеуің, өсиеттерін орындауың, ағайын туыспен қарым-қатынасты үзбеуің, әке шешенің достармен жақсылықта бірге болуың дейді. Аллах Тағалам баршамызды салихалы, иманды ұрпақ болып нәсіп етсін. Уа Аллах Тағалам, әке шешеміз біздерді кішкентайымызда қалай мәпелеп, аялап өсірсе, сен де оларды, Аллах Тағалам, өз рахымыңа, өз мейіріңе бөлеп, Аллах Тағалам күнәлерін кешіргейсің. Уа Аллах Тағалам, біздерді, әке шешемізді және барша мұсылман қауымын қиямет күні, Аллах Тағалам, есеп-қисапта күнәларымыз жарылқағайсың. Уа Аллах Тағалам, баршамыздың біліп істеген, білмей істеген үлкенді кішілі қателерімізді кешіргейсің. Роббана тақаббал минна дуана, Аллахумма нес'алука тамаман ни'ма ва дауамал афия.